Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен өте оп-оңай дайындалатын десерттің рецебімен бөліспекшімін. Ол үшін шұңғыл ыдысымызға 1 литр сүтімізді құйып аламыз. Күнделікті үйде пайдаланып жүрген сүтіңіз бола береді. Сүтіміздің үстіне какаомызды саламыз. Және оған қантымызды қосып, 1 ас қасық агар-агар қосатын боламыз. Газымызға қойып, орташа отта араластырып, қайнатып алатын боламыз. Өте ерекше десерт және көп уақытымызды алмайды, 5 минуттың ішінде дайын болады. Біздің десертіміз қайнады, енді осыны силиконовый ыдысымызға орналастырып құйып шығатын боламыз. Суытып 1-2 сағатқа холодильникке қойып алатын боламыз. Мен 2 сағаттың көлемінде қойып алдым. Мінекей біздің десертіміз дайын болды. Өте әдемі, жұп-жұмсақ болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздерді әр елдің тағамдарының рецебімен бөлісіп отыратын боламын. Барлық керекті заттарды описание бөліміне толық жазып қоятын боламын. Және де қалғанын осындай ыдысқа құйған болатынмын. Ол да оңай алынады. Қонақтарыңызға осы күйінде ұсына берсеңіздер де болады, немесе үстіне какаоны сеуіп шығып ұсынсаңыздар да өте әдемі көрінеді. Қазір кесіп көрсетейін сіздерге. Ортасы өте жұп-жұмсақ болып шығады және өте дәмді. Достар, сіздер де дайындап көріңіздер. Менің өзге де видеоларымды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ас болсын баршаңызға.